Ахмет Байтұрсынұлы ақын және аудармашы. Оның өлеңдері 40 мысал, Маса үзік атты өлеңдері 1912 жылдан 1922 жылға дейін бірнеше рет жарияланған. Маса атты өлеңге кірген қараңғылық, надандық, шағуға дайын тұрған жылан. Оның иесі аяқтары ұзын, сары маса болып, халықты ызыңдап оятпақшы. Дұға бойым қамқораным, арнап хат жазайын деп алдым қаламын. Сен онда, мен мұнда аман сақтап, көруге жазса екен хақтап алмайды. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде жатыр балам. Малғылап, сөлтіген айып жоқ, өкіме өрзеніп қал, не бар шала. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар көп жинаған. Өз заманның ағасына қарсы тұра білген қайраткер. Қазақ халқының рухани көсемі болып, білім алуға және Бұхараны жарыққа шығарған.